Кескіндер, көріністер, тіліктер, қималар. Дәріс жоспары. Негізгі көріністер, тіліктердің түрлері. Сызбада орналасуына байланысты қималардың бөлінуі. Көріністер дегеніміз заттың бақылаушыға көрінетін бетінің кескіні. Көріністерде зат бетінің көрінбейтін бөліктерінде кескінделуі рұқсат етілген. Негізгі проекция жазықтықтары ретінде жоғарыда айтылғандай кубтың алты қыр қабылданған. Затты ойша кубтың ішіне орналастырып, оның қырларына бақылаушыдан қырларға бағытталған сәуле жіберу арқылы проекциялайды. Түрлердің атаулары. Алдынан қараған көрініс 1, үстінен қараған көрініс 2. Сол жағынан қараған көрініс 3, оң жағынан қараған көрініс 4. Астынан қараған көрініс 5, артынан қараған көрініс 6. Қосымша көрініс заттың немесе оның бөлігін негізгі проекция жазықтықтарына параллель емес жазықтыққа проекциялау арқылы алынған кескін. Ол әдетте заттың қандай да бір бөлігі негізгі көріністе бұрмаланып кескінделсе қолданылады. Сызбада қосымша көрініс А типті жазумен белгіленеді. Көзқарас бағыты сол әріппен белгіленіп, бағыттамамен көрсетіледі. Қосымша көріністі бұруға болады. Ондай жағдайда арнайы белгі қосылады. Егер қосымша көрініс сызбадағы сәйкес кескінмен проекциялық байланыста орналасса, онда белгі қойылмайды. Жергілікті көрініс зат бетінің жекелеген шектелген бөлігінің кескіні. Жергілікті көріністер сызбада қосымша көрініс секілді белгіленеді. Тіліктер сызбада бақылаушы көзіне көрінбейтін машина немесе оның бөлшектерінің құрылымын, құрастырылған бірлік немесе оның жекелеген бөліктерін көрсетуге мүмкіндік береді. Әдетте, сызбада тетік бөлшектің ішкі құрылысы көрінбейтін штрих сызықпен көрсетіледі. Тетік бөлшектің күрделілігіне байланысты көрінбейтін контур сызықтары көбейеді, сызбаны оқу қиындай бастайды. Осы үрдісті жеңілдету үшін тіліктер қолданылады. Мест 2. 305-68 бойынша тілік дегеніміз бір немесе бірнеше жазықтықпен затты ойша тілгенде пайда болатын кескін. Тілуші жазықтықтың орналасуына байланысты тіліктер. Вертикаль, горизонталь, көлбеу, қарапайым тіліктер. Сынық және сатылы күрделі тілік болып бөлінеді. Тілуші жазықтықтардың санына байланысты тіліктер төмендегідей топталады. Қарапайым бір тілуші жазықтық болғанда. Күрделі бірнеше тілуші жазықтық болғанда. Тілуші жазықтықтың горизонталь проекция жазықтығына байланысты орналасуына қарай тіліктер төмендегідей топталады. Вертикаль тілік горизонталь проекция жазықтығына перпендикуляр орналасқан тілуші жазықтық арқылы алынған тілік. Вертикаль тілік егер тілуші жазықтық фронталь проекция жазықтығына параллель болса, фронталь тілік. Ал тілуші жазықтық профиль проекция жазықтығына параллель болса, онда профиль тілік деп аталады. Б. Горизонталь тілік, горизонталь проекция жазықтығына параллель болатын тілуші жазықтық арқылы жасалған тілік. В. Көлбеу тілік. Горизонталь проекция жазықтығына көлбеу орналасқан тілуші жазықтық А арқылы жасалған тілік. Г. Сынық тілік, затты ойша қиылысатын жазықтықтармен тілгенде пайда болатын тілік. Сынық тіліктерді орындағанда тілуші жазықтықтарды ойша олардың қиылысу сызығы тұсында негізгі проекция жазықтықтарының біріне параллель орналасқанға дейін бұрады. Сынық тілікті сәйкес көрініс орнында орналастыруға болады. Д. Сатылы тілік затты ойша өзара параллель болатын жазықтықтармен тілу арқылы алынатын тілік. Әр тілуші жазықтық белгілі бір аралықтағы зат пішінін анықтайды. Тілуші жазықтықтардың орнын бағыттамалары бар үзік сызықтармен және әріптік белгілермен көрсетеді. Бір тілуші жазықтықтан екіншісіне өту, бұрылу бағытын көрсететін әріпсіз штрихтармен беріледі. Сызбада орналасуына байланысты қималар. Шығарылған, қабаттасқан болып бөлінеді. Шығарылған қима сызба аумағының бос жерінде немесе тетік бөлшек кескінінің үзігінде. Оның контурын тұтас негізгі сызықтармен бейнелейді. Тілуші жазықтықтың орнын үзік сызықпен көрсетеді. Көзқарас бағытын әріптік белгісі бар бағыттама арқылы береді. Қима А типті жазуымен орыс әліпбиінің бас әріптерімен белгіленеді. Шығарылған қима салуы және орналасу бойынша бағыттамада көрсетілген бағытқа сәйкес болуы керек. Қима тілуші жазықтыққа қатысты бұрылып орындалуы мүмкін. Мұндай жағдайда А жазуына арнайы бұрылған деген белгі қойылады. Қабаттасқан қималар тетік бөлшектің сәйкес көрінісімен біріктіріледі. Оның контуры тұтас жіңішке сызықтармен кескінделеді.
Тетік бөлшек контуры қима орналасқан жерде үзілмейді. Егер қабаттасқан қима пішіні симметриялы болса, онда қима белгіленбейді. Симметриялы емес қималар бағыттамалары бар қима сызықтарымен белгіленеді, бірақ әріптері қойылмайды. Күрделі тетік бөлшектер үшін қабаттасқан қималар қолдану ұсынылмайды.